қазылар алқасы. Біз Балқаш қаласы нөмірі 9 жалпы білім беретін мектебінің 6 сынып оқушыларымыз. Біз сіздерге әкеліп отырған құрылғымыздың аты смарт уақыт таблосы. Сіздердің алдарыңызда Мұратхан Айдана және Тілеуқабылова Айжан. Біздің табломыздың мақсаты Arduino ұлттық платформасы және бақ желісі жарық диодты матрицалары негізінде нақты уақыт, күн және қала атауын смарт уақыт дисплейін құрастыру. Бұл құрылғыны білім беру мекемесінде қоғамдық орындарда және тұрмыстық ортада ақпаратты табло ретінде тиімді қолдануға болады. Таблоның міндеттері Arduino ұлының микроконтроллерге жұмыс істеуді үйрену және бағдарламалау, смарт кестелі оқу, негізіндегі жарық диодты матрица модульдерін құру және бекіту, уақыт пен күнді көрсету үшін нақты уақыт модулі мысалы 5 секунд 2:30-да орнату және конфигурациялау, қала атауын және басқа мәтіндерді шығару үшін жүгіртпе жол функциясын іске асыру, Bluetooth модельдер мысалы Edge X05 арқылы сымсыз мәлімет енгізу жүйесін жасау, барлық компоненттерді біріктіру, сенімді әрі эстетикалық құрылғыны құрастыру, жобаны тестілеу және қолдану аясында нақтылау, мысалы үй, мектеп аялдама. Біздің жобамыздың өзектілігі қазіргі заманда уақыт пен ақпараттың дәл көрнекті түрде берілуі кез келген қоғамдық орын үшін маңызды талап. Әсіресе мектептерде, вокзалдарда, әуежайларда және кеңселерде нақты уақыт күнді және географиялық мәліметтерді, жолаушылар мен қызметкерлерді көрсетуге қызмет сапасын арттырудың бір жолы. Жарық диодты дисплейлер қарапайым, сенімді әрі көрнекті. Бұл жоба осы қажеттілікті арттыруға бағытталған әрі ол сымсыз басқару арқылы ақпараттың жедел жаңалықтарын көрсетеді. Тиімділігі смарт уақыт дисплейі жобасы төмен компоненттерге Arduino Uno MAX72 Bluetooth моделі. Бұл оны автомобильдер жағынан тиімді етеді. Құрылғы аз электр қуатын тұтынады және ұзақ мерзімді жұмысқа жарамды. Қолданушы интерфейсі қарапайым басқару смартфон арқылы жүзеге асады. Бұл техникалық клиентті жеңілдетеді. Құрылғыны түрлі ортаға бейімде орнатуға болады. Мектеп, әуежай, аялдама тағы басқалар. Инновациялық көзқарас. Жоба дәстүрлі сағат немесе статикалық дисплейлерден айырмашылығы сымсыз басқару. Автоматтандырылған деректер жаңарту мүмкіндігі және мәтінді анимация түрінде жүгіртпе жол көрсету арқылы ерекшеленеді. Бұл оны заманауи ақылды құрылғылар қатарына қосады. Сонымен қатар жүйе масштабтандырылған болашақта ауа райы, температура, рейс кестесі сияқты ақпаратты да көрсетуге кеңейтуі мүмкін. Жобаның ашық құрылымы оның инновациялық дамуға бейім етеді. Step by step. Бірінші қадам. Жоба идеясын анықтау. Нақты уақыт пен күнді көрсететін дисплей жасау идеясы таңдалды. Жоба қоғамдық орындарда қолдануға бағытталды. Екінші қадам. Қажетті компоненттерді таңдау. Arduino Uno негізгі басқару блогы ретінде. MAX7219 5-ші модуль. Жарық диодты матрицалар. DS3231. Нақты уақыт модулі. Сағат күн үшін. HS05 Bluetooth модулі сымсыз басқару үшін. Қосымша резисторлар, сымдар, макет тақтасы, қорек көзі. Үшінші қадам. Сызба мен схеманы құрастыру. Барлық компоненттерді Arduino мен тұрыш шоғы схемасын жасалды. Электр тізбегі макет тақтасында құрастырылды. Төртінші қадам. Бағдарламалау. Arduino IDE код жазылды. Уақытты және күнді оқу. MAX7219-ге мәтін шығару. Bluetooth арқылы қала атауын қабылдау. Жүгіртпе жол анимациясын іске асыру. Бесінші қадам. Жүйені біріктіру және тестілеу. Барлық компоненттер қосылып, құрылғы іске қосылды. Bluetooth арқылы мәтін жіберіліп, дисплей жұмысы тексерілді. Уақыт пен күн дұрыс көрсетілгені тексерілді. Алтыншы қадам. Құрылғыны тұрақты қорапқа орналастыру. Құрылғы эстетикалық тұрғыдан жинақы етіліп құрастырылды. Қажет болса 3D баспа немесе пластик қорап пайдаланады. Жетінші қадам. Жұмыстың нәтижесін көрсету және талдау. Құрылғы тұрақты жұмыс істейді. Ақпаратты нақты және уақытында көрсетеді. Bluetooth арқылы қала атауы сәтті өзгертіледі. Жоба мақсатына толық жетті.
Құрметті көрермендер, бүгін мен сіздерге өзімнің смарт уақыт таблосы атты жобамды таныстырғым келеді. Бұл жоба заманауи технологияларды пайдалана отырып жасалған ақпараттық құрылғы болып табылады. Жобада жарық диодты матрица модульдері MAX JET-19 негізінде біріктіріліп, PVC материалымен қапталған. Ол тек әдемі көрініп қана қоймай, құрылғыны берік және ұзақ мерзімді етеді. Уақыт пен күнді дәл әрі тұрақты көрсету үшін нақты уақыт модулі DS3231 орнатылды және конфигурацияланды. Бұл модульдің арқасында табло тәуліктің кез келген уақытында дұрыс мәлімет береді. Жобаның миы Arduino Uno микроконтроллері. Ол барлық процестерді басқарып, уақыт пен мәліметтің дисплейде дұрыс көрсетілуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар Bluetooth модулі HS05 арқылы сымсыз мәлімет енгізу жүйесі жасалған. Бұл пайдаланушыға қашықтан мәтін енгізіп, уақытша хабарламаларды көрсетуге мүмкіндік береді. Осы жобаны іске асыру барысында мен микроконтроллерді бағдарламалауды, модульдерді қосуды және оларды бір жүйеге біріктіруді үйрендім. Бұл тәжірибе маған электроника мен бағдарламалау саласында жаңа білімдер берді. Қорытындылай келе, смарт уақыт таблосы тек қана уақыт көрсететін құрылғы емес, ол қосымша ақпарат беретін қолданушыға ыңғайлы және заманауи смарт жүйе. Нәтиже қорытынды. Жобаның мақсаты толық орындалды. Arduino Uno негізінде жұмыс істейтін нақты уақыт пен күнді көрсететін және қала атауын жүгіртпе мәтін түрінде шығаратын ақылды дисплей жасалды. Құрылғы сымсыз Bluetooth арқылы басқарылып, қолданушыға ақпаратты оңай жаңғыртуға мүмкіндік берді. Жоба қарапайым, сенімді және үнемді құрылғылардан қолдану арқылы жасалды. Бұл оны білім беру және қоғамдық ортада кеңінен қолдануына мүмкіндік берді. Бұл жоба техникалық дағдыларды дамытуға, бағдарламалау және электроника негіздерін меңгеруге үлкен үлес қосты. Сонымен қатар визуалды көрнектілік пен ыңғайлылық жағынан пайдаланушылар үшін тиімді шешім екенін көрсетті. Перспектива – болашақты дамыту мүмкіндігі. Жобаны келешекте кеңейтуге болады. Ауа райын көрсету, температура, ылғалдылық үшін DHT11D22 немесе BMI280 модульдерді қосу, Wi-Fi модулі ECP8266 арқылы интернеттер автоматты түрде ақпарат алу, көп тілді интерфейс енгізу, қазақ, орыс, ағылшынша тілдері. Дыбыстық хабарлама немесе OLED сенсорлық экран қосу, ұшу, қоғамдық көлік кестесін көрсету арқылы әуежай мен вокзалдарға бейімдеу, энергия тиімділігін арттыру үшін күн панельдері немесе батареямен жұмыс істейтін нұсқа жасау, қашықтан басқару жүйесін мобильді қосымша арқылы іске асыру.